Халықтың өркендеп өсуі үшін алдымен азаттық пен білім керек. Бұл Шоқан Уәлихановтың сөзі. Расымен жақсы кітап ақылды адамның әңгімесімен бірдей. Армысыз көрермен, эфирде Шырайлы шаһар бағдарламасы. Сіздермен бірге Серік Жұмабек. Бүгін біз Отырар кітапханасы және Шымкент мәдениет үйі концерттік ұйымының жұмысымен танысатын боламыз. Шымкент қалалық Отырар кітапханасы коммуналдық мемлекеттік мекемесі 2013 жылдың 25 қарашасында ашылған. 2018 жылы 12 қыркүйекте атауы өзгеріп, Отырар қалалық ғылыми әмбебап кітапханасы болып бекітілген. Екі қабатты типтік ғимараттың жалпы аумағы 4146 шаршы метрді құрайды. Ерінбей оқыған адам ғана керегін табады. Миллионды шаһардың тұрғындары үшін мұнда барлық мүмкіндік жасалған. 30 мыңға жуық оқырманы бар кітапхана 400 мыңнан астам кітап қорымен мақтаналады. Отырар кітапханасы 6 жыл бұрын ашылған. Бұл әлемге белгілі Отырар кітапханасына тәуелсіздік жылдары қойылған ескерткіш деп есептейміз. Солай танимыз. Қазір осы Шымкент қаласына келіп атқан туристердің барлығы Отырар кітапханасына соғып кетеді. Сирек кітап қоры 3587 кітаптар, оның ішінде түпнұсқа 17 кітап бар. Бұл сол Отырар өңірінен, сол баяғы тарихтағы Отырар кітапханасы болған дегеннің дәлелі сол өңірден табылған кітаптар. Кітапханада 20-ға жуық зал және бөлімдер бар. Оның 7-і жаңадан ашылған. Шаһардағы атымтай жомарт азаматтардың демеушілік жасауымен 8 бірдей зал пайдалануға берілген. Олардың қатарында оңтүстік көрме залы, Отырар кітапхана музейі және баспасөз залы бар. Бізді қызықтырғаны әкесінің үйі деп аталып кеткен Ақерке балалар залы. Оның басты артықшылығы әріп танып, кітап оқығысы келетін бүлдіршіндерге тегін қызмет көрсетіледі. 5 жастан бастап келу керек, бірақ 2 жас, 3 жастан бастап та келетін жаңағы әріп танымайтын балаларды алып келіп жатады. Ол уақытта енді біз әже ертегі оқып берші деген жобамызбен ертегілерді оқып береміз, жаңағы әңгімелерді оқып береміз. Ал 5 жастан бастап келген балалар осы жерде өздері отырып оқиды. Аңдай болып көрінген боз менен алса, сонша бай болса да, жоғыды ердің баласы. Алланың өзі бермесе, пенденің бар ма шарасы. Атадан жалғыз ереді, еңіреген ердің біреді. Соңғы 3 жыл ішінде кітапханаға жеке кәсіпкерлер мен демеушілер тарапынан 30 миллион теңгеге жуық қаржы құйылған. Қазір техникалық база нығайтылып, кітаптарды заман талабына сай электронды нұсқаға көшіруді бастап кеткен. Және ол процесс осы жерде жүзеге асырылады. Тағы бір айта кетерлігі, Отырар кітапханасы цифрлы жүйеге көшуді мақтап қолға алған. Күні бүгінге дейін жергілікті ақын жазушылардың 6471 кітабы сандық форматқа көшірілген. Ал 66 кітапты сіз мобильді QR қосымша арқылы оқуыңызға жағдай жасалған. Заманауи кітапханада түрлі іс-шаралардан бөлек оқырманмен тығыз байланыс орнатуды көздейтін клубтарда жұмыс істейді. Кітапхана қорында қазіргі заман туындыларынан бөлек көненің көзіндей сақтаулы ескі жазбалар да жетерлік. Кітапханада 90-нан аса қызметкерлер жұмыс жасайды. Енді бізде сирек қолжазбалар қоры бар. Сол бөлімде оңтүстік өңірінен табылған және латын тілінде жазылған алфавиттік үлгілеріндегі қолжазбалар сақталған бізде. Негізгі кітап сақтау қоры деп аталатын бұл бөлмеде 208 мың кітап бар. Айта кетерлігі, кітаптар қалыбын бұзбай сақтау үшін бөлмеде +18-19 градустық температура сақталған. Және Отырар кітапханасына келіп түсетін қандай да бір жаңа кітаптың бір данасы міндетті түрде осы залда сақталады. Ал құнды жәдігер ретінде 1935 жылы шыққан газеттер топтамасын айтуға болады. Қазғатыр орналасқан сөрелерге қарап, еріксіз ойға шомасыз. Қатпарлы тарихтың қанша парағын арқалап тұр десеңізші. Қош, іздеген адам қажетін таба жатар. Ендігі мәселе оқырман үшін тағы не істей аламыз деген сұрақ.
Біздің кітапханамызда кітапхана жұмысын дамыту мақсатында атқарылып жатқан жаңаша жұмыс түрлері өте көп. Соның бірі мына виртуалды анықтама қызметі. Виртуалды анықтама қызметі аясында оқырмандарымыз өзіне қажетті мәліметтерді кітапханаға келмей-ақ үйінде отырып-ақ пайдалана алады. Және де осындай бір қызмет түрі виртуалды кітап көрмесі. Бұнда оқырмандарымыз осы елге танымал тұлғаларымыз, жыл көлемінде аталып өтілетін маңызды оқиғалар, мерейтой иегерлерінің шығармалары жайлы кітаптармен осы виртуалды анықтама көрмесі арқылы таныса алады. Ал отырар кітапханасының оң жақ қапталында Шымкент қалалық мәдениет үйі концерттік ұйымы орналасқан. Бұрынғы атауы Түркістан сарайы. Бұл көптеген халықаралық және республикалық шаралардың, конференциялар мен салтанатты кештердің сан мәрте куәгер болған өнер ордасы. Жалпы аумағы 8000 шаршы метрді алып жатыр. Қазір қаладағы айшықты сәулеттік құрылыс нысандарының бірі болып табылады. Бұл жер Шымкент қалалық мәдениет үйі концерттік ұйымы. Мен отырған мына залда 1300 адамға орын лайықталған. Біз келе салысымен дайындық барысына куәгер болып жатырмыз. Ұжым бізді жақсы қарсы алып жатыр. Шымкент мегаполис атанған тұста бұрынғы Түркістан сарайы. 2019 жылдың 9 сәуіріндегі қаулыға сәйкес Шымкент қалалық мәдениет үйі концерттік ұйымы деген жаңа атауға ие болды. Қазір ұжымда жалпы саны 100-ге жуық өнерпаз бар. Алдағы уақытта кадрлар құрамын толықтырып, сапалы туындылармен көрерменді қуанту жоспарланған. Шымкент қалалық мәдениет үйі концерттік ұйымында қазақ оркестрі, 2 би ұжымы және эстрадалық дәстүрлі әншілер бөлімдер жұмыс жасайды. Басқа мекемелерге қарағандағы біздің ұжымның ерекшелігі, басқа мекемелерде қаладағы ұлт аспаптар оркестрі әлі құрылмаған. Біз ары қарайда бұл өнер ұжымының қызметін жандандыратын боламыз. Бұл Қазына би тобының қыз жігіттері. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша ең ерте құрылған би ансамблі саналады. Әртістер толықтай Шымкент қаласының тумалары. 12 адамнан құралған топ түрлі республикалық және халықаралық конкурстардың жеңімпазы атанған. Қазір қазақтың 40-тан астам ұлттық биін сахналап жүр. Қазына как танцевальный коллектив был образован в 1989 году. Қазына би ансамблі 1989 жылы құрылды. Топ 2 құрамнан тұрады. Біріншісі этнофольклорлық музыкалық ансамбль және би ансамблі. Мақтанышпен айтуымызға болады. Біздің бишілер тобының тарихы Шымкент қалалық Әл-Фараби атындағы институттан бастау алды. Ең алғаш болып Мұсабек Жарқынбеков ашқан. Қазір 30 жыл толып отыр. Жоғарыда айтып өткеніміздей, сәуір айынан бастап жасақталған шығармашылық топ қатарында бұрыннан бері жұмыс істеп келе жатқан аға қызметкерлер де бар. Олар кейінгі толқынның кәсібилігіне, талабына, ең бастысы сыйластығына дән риза. Жалпы мен осы өнер саласында 30 жылға жуық концерттік бірлестікпен, концерттік үймен жұмыс істеп келе жатырмын. Өмірім бәрі осы концертпен өтіп келе жатса деп мақтан ете аламын, Аллаға шүкір. Енді қазір артымыздан мына жас буындар өсіп келе жатыр. Мына концерттік білесіздей жасы ең үлкен мен болған екен. Мына кейінгі өсіп жатқан жастарымызға дұрыс бағыт, дұрыс үлгіде үлгі өнеріміз көрсетіп отырамыз. Иә, өнер мен білім егіз ұғым. Екеуі де жарасымды мінезді талап ететін кәсіп. Ендеше ел игілігі үшін еңбек етіп жүрген ұжымға табыс тілейік. Өнер өнегелі, ақылды адамдарды тәрбиелейтін құрал десек, кітап ақылына ақ сұрамайтын алтын қазына. Бүгін біз өнер мен білімнің бар қуатын бойына жиған қос бірдей нысанның жұмысымен таныстық. Жолыңыз түсіп жатса, сіз де келіңіз. Бұл Шырайлы шаһар бағдарламасы. Амандықта жолғайық.